кездерің бола ма? Иә. Біріншіден қиындығыңның бар екенін мойындау керек. Және өзіңе шынайы жауап қайтару керексің. Мен ұятсыз фильмдерді жақсы көрем деген сияқты. Мәселе онда емес. Менде жануарлардың қылықтары байқалуда. Менде де. Мен су сиырының мауғы ойындар жайлы тамаша таптым. Ол етті алып кеткісі келді. Дәрігер Уайлдер. Ей, дәрігер. Мінекей дұрыс болды. Қарның қайтты. Қалайсың, достым? Үйіңе қайтатыныңды білгенмін. Бұл менің үйім емес. Жетер. Бұл көмек емес. Кешір. Тыңдаңызшы. Сіздікі дұрыс. Өзімді басқару қиындап барады. Тоқта. Мүмкін мынау көмектесер. Қане? Бүгін мен ет дүкенінде ояндым. Ол жерге қалай барғанмын? Түсінікті. Жақында қоқыстан тамақ жедім. Біреуді тістеп алдым. Және пошта жәшігімен мауықтым. Сенің бейсаның жабайы кезеңге келді. Сондықтан да осы жерде қалуыңды өтіндім. Кетіп қалған кезінде көңіл күйім болмады. Достасып кетеміз деп ойладым. Саған есімде бердім. Ақшақар. Менің есімім бар. О, Ақшақардың есімі де бар ма? Кім ақылды екен? Мен ақылдымын. Мен... Бұл қалжың емес. Мен жануарға айналып бара жатырмын ғой. Жарайды. 4 күрке тауық бүтіндей, қойдың көптеген аяқы, 2 арқан балық, менің үй қояным, о, Чарли, және шошқаның аяғы. Қауіпті еркек тамақ әзірлеп жатыр. Көрдің бе? Сен печеньені қуған жоқсың. Өткені қарның тойдырдың. Мен сенің назарыңды аударттым. Жақсылап тыңдап ал. Тыныш жатқан ішкі түйсік жайлы ұмытпа. Әбден тойғанша жануарлық қажеттілікті жасай бер. Аштық сенің ең басты қиындығың.